Қайырлы күн, құрметті көрермендер және менің каналыма қош келдіңіздер. Менің атым Мейрамгүл және бүгін біз YouTube арнасын туралы сөйлесеміз. Бұл көптеген адамдардың көкейінде жүрген сұрақ. Және осы платформада табысқа жету жолы туралы қарастырамыз. Цифрлар сөйлесін. Әлемнің 31% адамы YouTube'ты қолданады, яғни 2,5 миллиард қолданушысы бар платформа. 2 миллион адам AdSense арқылы YouTube каналынан табыс тауып отыр. Ұзақ уақыттық табыс, бір рет түсірілген видео бірнеше жылдар бойы сізге табыс алып келеді. Шексіз табыс, қаншалықты көп әрі тұрақты түрде видео жүктейтін болсаңыз, соншалықты табысыңыз артады. Бүкіл әлеммен жұмыс, сіздің видеоларыңызды әлемнің әр мемлекетінен көреді, сол арқылы табысыңыз да артады. Ешқандай жұмыс орнына байланбай, өзіңіз қалаған жерде немесе үйде отырып табыс табу мүмкіндігіне ие боласыз. Жұмыс орнына байланбайсыз. Келесі, YouTube'ты бастап кету үшін сізге ешқандай шығындалудың қажеті жоқ. Яғни, минималды шығынмен бастасаңыз болады. Сізге тек қана телефон және интернет болса жеткілікті. Конкуренция жоқ. YouTube ол бүкіл әлемдік платформа, нарық өте үлкен, барлық адамға орын бар. Яғни кез келген адам кіріп табыс табу мүмкіндігіне ие. Себебі әлемде контентке деген сұраныс күннен күнге артуда. Хоббимен ұштастыру мүмкіндігіңіз бар. YouTube канал жүргізу арқылы айына миллионнан жоғары табыс табудың 6 техникасымен танысайық. Бірінші, табысты ниша таңдау. Яғни өзіңіздің мамандығыңыз немесе эксперттілігіңіз, армандарыңызбен ұштастырсаңыз болады. Яғни бұл хобби. Қазіргі замандағы тренд саланы таңдасаңыз да болады. YouTube көбірек төлейтін тематикалар бар. Бұлар қымбат үйлерге обзор жасау, заттарға обзор жасау, онлайн табыс, крипто, биржа, бизнес, техникаға обзор жасасаңыздар да болады. Келесі, YouTube канал ашамыз. YouTube канал ашу үшін сізге Gmail арқылы почта ашу керек. Одан кейін YouTube канал ашылады. YouTube каналдың алдыңызда көрсетіліп тұрғандай мысал ретінде математика онлайн мектебінің шапкасын дұрыстаймыз, логотип жасаймыз. Шапканы дұрыстап болдық, логотипті жасадық, каналға описание жасаймыз. Каналға описание жасау үшін қысқаша канал не туралы екені жазылады. Визуалды реттейміз. Алдарыңызда көрсетіліп тұрған суретті қарасаңыздар да болады. Шапканы дұрыстадық, логотипті жасадық, канал описаниясын жаздық, визуалды реттедік, ары қарай сілтеме қоямыз. Өздеріңіз көріп отырғандай, мына жерде пәндер бойынша сілтеме қойылған, өздеріңіз керекті сілтемелерді қойсаңыз болады. Келесі, қызықты видео контент жасау. Яғни, контентіңіз қызықты болу үшін видеоларыңызға кадрдағы актерлік ойынмен байланыстыру керек, музыкамен, қосымша видеолық, дыбыстық эффектілерді көп қолдануға болады, драмалық сюжеттерді ойластыру керек. Музыкалыңыз авторский болмау керек. Контентке келетін болсақ, контент жасаудағы ең басты міндетіңіз тұрақтылық. YouTube тұрақты видео жүктейтін канал иелерін ғана рекомендацияға шығарады. Контенттің ең басты мақсаты адамдардың эмоция тудыру. Бесінші, аналитика не үшін қажет? Дұрыс не бұрыс бағытта жасап отырғаныңызды
түсіну үшін, аудиторияға қандай контент қызық екенін біліп, сол контентті ұсыну үшін, трендтегі бақылап отыру үшін, табысты нишаларды бақылап отыру үшін. Келесі YouTube аналитика жасауға көмектесетін 3 сайт бар. vidIQ.com, socialblade.com, Google Trends. vidIQ конкурентіңіздің трендтегі видеоларды сағатына қанша просмотр жинап отырғанын көре аласыз. socialblade.com басқа YouTube каналдарда қанша табыс тауып отырғанын көрсететін сайт. Google Trends әлемде дәл қазір уақытта қандай контенттер актуалды болып тұратынын біле аласыз. Келесі монетизацияға қосыламыз. YouTube бізге қалай ақша төлейді? Белгілі бір компания, мысалы OneFeed, өзімізге белгілі Magnum, өзіміз күнделікті қолданып жүрген Kaspi.kz, Kaspi Gold. YouTube-қа өз өнімін жарнамалау үшін ақша төлейді. Жарнамадан түскен табысты YouTube видеоның өтімділігіне байланысты біздің үлесімізді береді, яғни бұл 55%. Монетизацияға қосылу үшін сізге 40 000 сағат керек, 1000 подписчик керек. Осыларды жинасаңыз, монетизацияға бірден шыға аласыз. Яғни, монетизацияға қосылу 3 этаптардан тұрады. Өзіңіздің келісіміңіз, YouTube счет ашу, YouTube каналыңызды тексереді. Енді 2018-ден бері Қазақстан ютуберлері тек YouTube монетизация арқылы $15 миллион, яғни 7 миллиард теңге табыс тапқан екен. Сол үшін өзіңіздің авторский ютубыңызды жасап, каналға жүктесеңіз болады. Жақсы табыс таба алатын бұл бір көзі деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Бай, қуатты болайық.